Сәлем достар, бүгін бізде ерекше шығарылым болады. Себебі менің қолымдағы гаджет әлемде аналогы жоқ, супер заманауи, сенің жеке диетологың, кардиологың, керек болса психологың болатын Хилби Гоби 2 фитнес білезігі. Видеоны аяғына көр, қызық болады. Шынына келетін болсақ, фитнес білезіктерге шолу жасағанды ұнатпаймын. Неге дейсіздер ғой? Себебі біріншіден мен жалпы аксессуарларды ұнатпаймын. Даже мына қолымдағы жүзікке әлі де үйрене алмай жүрмін. Екіншіден, мен дәрігерлердің баласы болғандықтан, бұндай фитнес білезіктердің адам өміріне пайдасы мені күмәндандырады. Сондықтан бұндай білезіктерге шолу жасағанды қатты ұнатпаймын. Бірақ та Хилби Гоби сағатын 3 ай қолданып тексеріп көргеннен кейін біраз ойланып қалдым. Ал неге екен, алдағы уақытта ашып айтатын боламын. Сонымен бүгін бізде Хилби Гоби 2 фитнес білезігіне шолу және де 3 ай қолданғаннан кейінгі өз ойым. Обзор алды дизайн демекші, ең бірінші дизайны жайлы, яғни сыртқы келбет жайлы айта кетейін. Өздеріңіз көріп тұрғандай, сағаттың көлемі үлкен, бір қолыңа таспақа жабыстырып алған сияқтысың, бірақ та салмағы 43 грамм. Ол қолда сезілмейді, жүгірген кезде, жаттығулар жасаған кезде қолда бар екені сезілмейді де. Және де айта кететін мәселе, сағат 2 бөліктерін құралған. Ол бірінші бөлігі полиуретаннан жасалған белбеушесі және де капсуланың өзі. Осы жерде қосатын мәселе, сағатты қолға қатты жабыстырып тағу керек. Себебі капсуланың артқы жағында Хилби Флоу технологиясы бар. Бұл технология сіздің организміңіздегі, яғни ағзаңыздағы ақпараттарды ұялы телефондағы қосымшаға жіберу үшін арналы жасалған. Тағы да бір ұнамайтын жері, сағатты қатты қысып таққан кезде қолда терлегеннің арқасында қып-қызыл болып іздер қалып қояды. Бірақ та бұл тек қана Хилби Флоуға қатысты емес, бұл деген көптеген сағаттарды, білезіктерді қолға қатты қысып таққан кезде бұндай іздер қалады. Сатылымда сағат бір-ақ түсте берілген, ол қара түсте. Және де ұлдарский, қыздарский деп те бөлінбейді. Бір алсаң ал, алмасаң алма деп сатылымға жібере салған сияқты. Енді келесі практикаға ауысатын болсақ. Хилби Гоби білезігінің тарихы сонау 1999 жылы Санкт-Петербург қаласында басталған болатын. Өз уақытына Хилби Гоби білезігі басқа конкуренттерге қарағанда өте функционалды сағат болып келді. Мынандай кішкентай ғана сағат сіздің қан қысымыңызды, жүрек соғысыңызды, жүріп өткен жолдың қашықтығын, жүріп өткен қадамның сандарын және де жұмсалған калориямен қоса тамақ ішкеннен кейінгі қабылданған калорияның мөлшерін есептейді. Бұндай функционалды сағатты мен қазірге дейін әлі кездестірген жоқпын. Және де бағана айтып өткендей, Хилби Гоби білезігі Хилби Флоу деп аталатын патенттелген технологияның көмегімен жұмыс істейді. Бұл технология күрделі 5 датчиктен тұрады. Бірақ та қандай датчик екенін, қалай жұмыс істейтінін айтып, күрделендіріп тақырыпты қиындатпай-ақ қойын. Одан да ең қызығы практикада тексеріп көрейік. Денсаулығың жайлы ақпаратты жинауды бастау үшін фитнес білезікті смартфонмен байланыстыру керек. Ол үшін App Store немесе Google Play'дан Хилби Гоби қосымшасын жүктейміз. Әрине, тас ғасырдағы смартфондарға қосылмайды, яғни ақпараттық жүйеңіз iOS 7 немесе Android 4.3-тен және де Bluetooth 4-тен жоғары болу керек. Себебі фитнес білезіктің Google Fit немесе Apple Health қосымшаларымен ақпарат алмаса алатын қабілеті бар. Бұл дегеніміз жиналған ақпараттың ешқайда кетпей қосымшаның жадына сақталатындығын білдіреді. Сонымен смартфонмен байланысқаннан кейін Хилби Гоби 2 қосымшасын ашып қалсаң, барлық сиқыр осы жерден басталады. Қосымша 5 түрлі 5 функционалдан тұрады. Ол энергияның балансы, яғни жұмсалған және қабылданған калория мөлшері, жүріп өткен қадамның саны және қашықтығы сияқты өлшемдер. Келесі функционал гидратация деңгейі, яғни ағзадағы судың мөлшері. Мысалы, ағзада судың мөлшері азайып бара жатқан кезде білезікті дірілдеп, яғни вибрацияланып, сусын қабылдау қажеттігін айтады. Үшінші функционал жүрек соғысының және қан қысымының өлшемдері. Бұл функционал түсінікті шығар деп ойлаймын, ары қарай түсіндірудің қажеті жоқ. Келесі, ол бәріміз жақсы көретін ұйқының сапасын бақылау функционалы. Өкініштісі, түнде қандай түс көргеніңді айтпайды. Әйтпесе бақсылар, түс жорушылар жұмыссыз қалатын еді. Соңғы функционал ол стресс деңгейін бақылайды. Бірақ оның қалай жұмыс жасайтынын әлі де түсінген жоқпын. Әйтеуір қашан қарасаң нормальный дегенді көрсетеді. Нормальный болса нормальный деймін де, Құдай сақтасын деп жүре беремін.
Сонымен Hillby Goby 2 фитнес білезігіне шолу жасап, функционалы жайлы қысқаша айтып кеттім. Ал түсінбесең, міндетті түрде сатып алып өзің тексеріп көр. Бұл сағатты біз арнайы Common.kz сайтынан сатып алған болатынбыз, тапсырыс беріп, саған да сол сайтты ұсынамыз. Бағасы дейсің ба? Бағасы бар болғаны 70-ақ мың теңге. Қайда кетпеген 70 мың теңге дейсің. Зато арықтайсың, жүрегің ауырмайды, ұйқыңды қадағалайсың, бірақ та тыныш ұйықтайсың деп уәде бере алмаймын. Сонымен сіздермен бірге болған Cosplay. Келесі кездескенше сау!